таң атты ма? Будильник шырылдап кетті. Будильникті қоя салайық орнына. Қандай тамаша күн негізінде. Будильникті не үшін қойдым десем, тез. Мамаларым кетіп қапты ғой жұмысқа уж. Тез ваннаға барып жуынайын, сабаққа, бүгін сабаққа ғой, сабаққа жазылып. Кішкене туалетке отырып алайық. Суны аза салайық. Тамақ бар ма? Тамақ алып алайық. Тез отырып жеп алайық қазір. Неге ала салайын мен? Так, кішкене ала салайын. Ланчбокс. Сумкамды алдым ғой, сумкамды алайын. Аяқ киім кидім. Болды, бәрін еттім. Тез асып барайық. Кешіп қалмасам болды. Күн неткен тамаша болып тұр негізінде бүгін. Жаңа қадам бастасам. Новый мектепте, новый класстастар, новый қыздар, жаңа қыздар. Неткен керемет қала, керемет погода. Көршілер түнде шулап ұйықтатпай қойды да. Ұйқым қанбай қалғандай. Жарайды болыпты. Оны школ. Бірақ үйіме жақын екен. Кішкене болсын үйіме жақын болған жақсы болды. Так, мына стадион ғой деймін, стадион. Мына мектепке кірейік. Тамаша, керемет мектеп салыпты негізінде. Саламатсыз ба? Мынандай, директордың кабинеті қай этажда? Өзім тауып алам. Рахмет. Мынақта жаңадан ана туалетте не істеп тұр екен. Қалайсың? Что-то осы жақта оқисың ба сен? Дейді. Жақында төбелесіп сөйту керек та. Бірінші бұл школда бірінші төбелесетінді жақсы көрсетіп алу керек. Нұрсұлтан Сөйлеғарұлы дейді, директордың кабинеті дейді. Мен қолымды қойдым, сау болыңыз. Саламатсыз ба? Директордың түрі бір түрлі екен. Саламатсыз ба? Мен деген мектепке келейін деп едім, ата-анам қолы бос емес. Сондықтан ата-анам қолым басқа уақытта қойып кетсе, сол мен деген өзім документімді әкелдім, мені қалтамнан шығарып берейін мәніз. Мен атым Назар Аспандияров. Болады ма? Негізінде болады ма? Болады дейді. Жарайды, өзім қойын, онда ата-анама айта салам. Так, былай. Болды. Болды ма? Тоқта дейді. Осы мектепке сен неше жастасың? 14. 9-шы классқа оқуға келгем. Сол 9-10-11-де оқып шықсам деген ойдамын. Так, мұнда кабинеті күшті екен өзім. Жаңа мектептің күштісін ай. Қайсысы А, Б, В, А дегенге түсейік. А деген жақсы сияқты. Болма? Жарайды дейді. Документ өткіздік. Документ. Ал болды ма? Апай. Бір жерде тоқылдатып кіру керек еді, мәдениетсіз дедім. Кешіре көресіз. Бұл тапсырдым. Қой туалетке барып. Туалетке барып кірейін сол. Туалетке барып. Ассалаумалейкум. Қалайсың? Уалейкум салам. Че там сен осы жақта оқисың ба? Жоқ, мен өзім бүгін ғана документ тапсырдым. Бүгін ғана ма? Мен де бүгін ғана тапсырып отырмын. Жаңадан ашылды дейді ғой сол. Қай мектепке, қай классқа тапсырдым? 9-аға сол. Мен де тура 9-аға түскем. Досың, сен осы жерде отырасың ба? Сенші, қалайсың де? Бұны көрдім ғой жаңа. Мен атым Декопер болды. Менікі Фин. Фин дегенде Нелзи ғой. Фин деп бәрі атап кеткен просто. Давай Нелзи деп айта берем онда. Сол кеттік серуендеп, сондай тамақ ішесің ба? Жүр кеттік туалеттен шығып бірінші. Мен тамақ ішкелік.
Сол мына бала асхана, үлкен класстарда оқитын біреу сияқты ғой. асхана бар ма сол. Керемет школа екен негізіндеші. Иә, бірақ Жыр көп заттар салынып ішіне. Иә, сол. Сау болыңыз, ағай, сау болыңыз. Мына сыртта тамақ ішетін боламыз, а? Давай, кеттік. Сол серуендеп қайтайық бірінші күн. Сен қайда тұрасың? Мен осы жақын жерде тұрам. Мен де жақын жерде тұрам, бірақ не пока что жалғыз тұрып отырмын. Ана ата-анам көшіп келмеді. Қазір коттеджде тұрып отырмын, 2 этаж. Ё-май, коттеджде тұрады екен ғой. Сол сабақ басталғанда мен үйімде бір күні сабақтың бірінші күні үйімде патисім, соған келесің ғой, иә? Жарайды. Жарайды, мақұл достым. Сен қайқа? Білмеймін, сен апаратын ғой тамақ алып. Отырып қайтайық сол. Анда кеттік ана футболдың несіне барайық та. Менде негізінде тауық жейсің ба, или хот-дог жейсің ба, хот-дог? Хот-дог жеймін, хот-дог жақсы көремін мен. Хот-дог жүр кеттік. Бүгін күн керемет болып тұр, иә? Иә, сол керемет. Футбол ойнасақ бір командалақ екенбіз. Иә, сол бір командада боламыз. Күшті екен, иә, күшті ұстапты. Қарны тойып тұр еді. Тағы да жегін. Мына бүйте көріп қой бізге футбол ойнағанда қыздардың көзінше голдар тығып, иә? Иә, сол. Бір новый қыз тауып алу керек мына жақтан. Достым, қой кеш болып кетті ғой уже. Үйге қайтайық. Уже шаршап қалдым да. Үйге қайтайық. Енді сабақ қашан деді саған апай? Білмеймін, сабақ 1 сентябрь ғой сол. Маған да сөйтіп еді. Баратыр, жазда, каникулда бітіп баратыр. Ал досым, сен көрмедім ғой, мен вообще жаңадан көшіп келгенсің ғой деймін. Иә, мен жаңадан келдім. Мектепте төбелесіп шығарып жүрген ғой сол. Қойш. Иә, сол. Мен мектептен шығарған жоқ, мен просто сразу 8-ші класс оқымай сразу 9 қоштым, басым қатты дегеннен. Кішкене мынандай түн батып баратыр. Достым, осы танысқаныма қуаныштым. Ал жарайды, давай онда. Мен де қуаныштым, ал жақсы, давай. Мен мынау үйде тұрам ғой, осы мін. Найқа кеп кетесің ғой. Иә, бірінші этажда. Давай. Иә, 1 сентябрь мен үйімде кездескенше патида. Давай. Жақсы достарды да таптым. Мен жүрмін әлі. Светім жанып кетіпті ғой. Мамам да кеп қалады жарғазып. Шаршадым ғой кішкене. Кеш тұрып қойдым будильник оянып, қайта соғып. Солына тамақты холодильникке қоя салайын қой. Бет қолым жуып ұйықтайын. Наяқта ванна барым. Ванна түсіп алу керек еді, бірақ ертең түсетін болам. Болды. Ал енді ұйықтайын. Наяқта компьютерім тұр. Нан қойып қойайын. Шкафыма салып. Оп, болды. Будильникті қоя салайын. Иә, болды. Енді 1 сентябрьді күтетін боламыз. Ал ұйықтайын.